Баршаға ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бұл видеода мен бір тәжірибе эксперименттен шаршамады деп ойлап жатқан шығарсыздар. Бұл помидорларды мен шелекке өсіріп жатыр едім. Осы кішкентай помидорлар болады, жаңа сопақ. Сол помидорлардың несі бұл? Біреуін екіншісін аяқта отырғызып қойдым. Басында осы шелекке өсірем деп ойлағанмын. Сосын ойланып қарасам, жалпы мына жерде астында тесігі болғанмен жаңағыдай су жиналып, жалпы тамырына зақым тиеді деген оймен не істеп жатырмын? Шелектің түбін болгарканың көмегімен айналдыра кесіп шықтым. Енді мына жерге яма жасап, ішіне биогумус салдым, 1-2 литрдей. Сосын осыны қазір орнататын боламыз. Құдай қаласа, әнекей, көрініп жүр ма? Асты алынды. Асты жағынан тамырлар шығып жатыр екен. Осы жерге отырғызған дұрыс болады. Тамырлары ары қарай не істейді? Ары қарай жаңағыдай жалғаса беретін болады. Және бізге мынау помидорлар жақсы өнім береді деген ойдамын. Біріншісі гүлдеп бастады. Өте тамаша, қараңыздар. Бір сабақтың өзінде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 шақты помидор салайын деп тұр, құдай қаласа. Нәтижесімен әрине келесі видеоларда бөлісетін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, подписка жасап, арнамызға демеушілік білдіріп қойыңыздар. Баршаға кеш қайырлы болсын, сау саламат болыңыздар, аман болыңыздар.